Балам, қамшы өріп отырмын. Әкесін қамшы деген не ол? Қамшы деген не үшін керек? Балам, қамшы ат әбзелдерінің бірі. Ата бабамыз қамшыны қайыстан жасаған. Қамшыны ата бабамыз атты басқару мақсатында қолданған. Солай ма әкесін? Бала қамшыны арнайы саған өрдім. Әкесін, қамшыны өріп болған атқа мінуге барайықшы. Жарайды балам. Мен сен оны атқа мінгізуге алып барайын. Жүре бар. Балам, бүгін мінекей арнайы атқа мінетін жерге келдік. Атқа мінбестен бұрын арнайы киім болады, байқасаң мінекей. Мен сені осы аттың жабдықтарымен таныстырайын қазір. Атқа мінбестен бұрын бірінші аттың осындай жүгені салынады. Бұл жүген атты басқару мақсатында қолданады. Атқа мінген соң тоқтату жайында, жүргізу жайында, бұру жайында қолданатын жүген осы салынады бірінші. Одан кейін атқа тоқымы салынады мінекей. Тоқымы салынады. Тоқымнан кейін аттың ер тоқымы қойылады. Әкесін ер тоқым неге қажет? Ер тоқым отырғанда адамға ыңғайлы болатын ат әбзелдерінің бірі балам. Ендігі ер тоқым алып кетпес үшін тартпасын тартамыз. Не деп ақыл айтайын ұлым саған, жетпей отыр ақылым бүгін соған. Адалдықтың бұлақтап жалауын, сол үшін де берілген ғұмыр саған. Сен сүрініп кеткенде тік тұрамын, шыр-пыр болып шырылдап шықты жаным. Дос таңдамай бәрімен сыйласа